Мына жаңа Шыңғыс, сен Абайдың ақын шәкірттері деген жақсы бір әңгіме айтып қалдың. Осы жазда Абайдың 180 жылдығына арналған Абай оқуларына қатысамын деп. Енді одан бұрын да ізденіп жүрген, бұрын сол кітапты Абайдың жиені, семейде қателеспесем Балташ деген ағамыздан кітабын алғам, Абайдың ақын шәкірттері деген Қайым Мұхамедханның 3 томдық кітабы. Қолда үйде бар. Соны оқып отырып, бұрында бір оқыған, бірақ аса мән бермей оқыған екен. Осы жыл байқауға қатысатын болғаннан кейін мән беріп оқыдым ғой. Сонда менің байқағаным Ділмар үйірмесі Абайдың тәлім мектебінің 21 ғасырдағы тікелей жалғасы екен. Тікелей жалғасы. Себебі ана кітапты оқып отырған кезде Абай өзінің айналасындағы шәкірттерді, айналасындағы замандастарын түрлі бағытта жан жақты болып өсу үшін барлық жағдайды жасаған екен. Мысалы Құнанбай да солай. Құнанбай Абайды жаңағы даулы мәселелер, ел ішіндегі түрлі мәселелерге алып барып, соған жұмсап, ертіп жүріп, сол мәселелердің шешуін, ел ішіндегі түрлі жағдайларды түсіну, бағалау, соны үйреткен. Біртіндеп соны шеше бастаған. Яғни бұл тәлім тәрбие мектебі, қазақтың даналық мектебі, біздің ұлы даланың мектебі. Ал енді Абайда мысалы ауылына Біржан Салды шақырт десек, Әсет Дертті десек, Мұха деген жаңағы скрипкашы жігітті алып келді десек, Баймағамбет десек, Көкбай десек, қай шәкірттерін, қай әнші, қай ақын, тіпті Бегеш шешенді мысалы, Бегеш шешенмен жиі қарым қатынаста болып, төрден орын беруінің өзі айналып келгенде, Абай айналасындағыларға сол әртүрлі бағыттағы өнерді сүюге, сөзді құрметтеуге, әдебиетті, руханиятты бағалауға, анау біреу боқ дүниенің соңынан кетпей, жан дүниесі таза ұрпақ қалыптассын деп, соның барлығын үйреткен екен, игерткен екен. Абайдың ақын шәкірттерінің естелігінде мына сөз естен кетпейді. Абай дүниенің сөзін айтпайтын дейді. Өзінің оқыған кітаптары, шығыстың, батыстың оқыған кітаптарында философиялық әңгімелерді, терең әңгімелерді, соның барлығын талқылап айтады. Әлде қалай біреу орталықта дүниенің сөзін айтып қойса, қабағын түйіп ренжитін дейді. Сонда Абайдың алдынан әшейін құр әңгіме тыңдап шығып кеткен адамдардың өзі белгілі бір мектептен, медреседен оқыған сияқты білім алып кететін дейді. Сонда осылай тәрбиелеген, осындай кәдімгі жинап алып, қымыз ішіп отырып, әңгіме айтып отырып. Мен бұл әңгімені екі түрлі жағдаймен байланыстырып айтып отырмын. Бірінші, мен айтқызбасам да бұл дүниені мен байқап, бұған дейін бір-екі рет айтқам, Шыңғыстың байқағандығы, Абайдың тәлім мектебінің 21 ғасырдағы ұлт суретінде бірінші айтатынымыз осы. Себебі мен де оқушыларды ылғи өнер адамдарын шақырамын, бірде саясаткерлер болуы мүмкін, тарихшылар болуы мүмкін, әншілер болуы мүмкін, кейде спорт жағы да араласуы мүмкін, ғылым жағы да болуы мүмкін, медицина саласы болуы мүмкін. Біздің маңайымызда түрлі мамандар бар, соларды шақырып әңгімесін тыңдату арқылы осы жастар жан жақты білімді болса, түрлі бағытта ақпараты болса, соның өзінен қажетін керегін алса, сөйтіп жан жақты дамыса деген ниет. Бұл бір сөзбен айтқан кезде Абайдың тәлім мектебі, жаңа ақындық мектебі дегеннен гөрі тәлім мектебі екен. Тәлім мектебі деген ауқым екен ғой. Тек қана біз ақын шәкірттер дайындамаймыз, әдебиет шәкірттер дайындамаймыз. Ертең бірі дәрігер, бірі мінекей IT саласының маманы, біреуі саясаткер шығар, біреуі туризм саласы, біреуі ғылым саласы, әртүрлі салада ғой. Осы жерден алған, көрген тәлімін өмірде екі түрлі жағдайда қолданады. Бірінші, өзінің тұлға ретіндегі іскерлік қарым-қатынастарында пайдаланса, екінші отбасылық қарым-қатынастарында. Ертең олардың да дастарханында осындай игі жақсылар отыру керек. Солардың әңгімесін балалар тыңдау керек. Майлықожаның сөзі бар: өңкей жақсы бас қосса бітіреді кеңесті, өңкей жаман бас қосса шығарады егесті. Мәмілемен іс бітер, бас қосып қалса көбес. Жақсының алды жарық күн, жаманның жолы көмескі дейді. Немесе Шалкиіздің сөзі бар: жақсының жақсылығы сол болар, жаманменен бас қосып сөйлемекке ар етер. Жаманның жамандығы сол болар, сөйлесе дәйім бетін қар етер дейді. Яғни біз жақсылар бас қосатын ортаны қалыптастыруымыз керек. Жақсы сөз айтылатын, жақсы жоспар талқыланатын, жақсылыққа ұмтылатын, жақсы сөз сөйленетін орта қалыптастыруымыз керек. Және біз оны қалыптастырып үлгердік. Бағанағы тәлім мектебі деп отырғанымыз осы жан жақты тәлімді беретін мектеп. Бұл мектептен шыққандардың барлығы қай салада жүрсе де іскерлік қарым-қатынасты, адамгершілік болмысты, ізгілікті, мейірімділікті, бауырмалдықты, бір үйдің баласындай болуды, әсіресе ата баладан бері қарай жалғасып, кішкене үзіліп қалған ата әжелердің тәлім мектебі, отбасылық қарым-қатынастардағы тәлім мектебі, отбасылық институтындағы ең бір ғажайып әңгімешілдік арқылы, дастархан басындағы әңгіме арқылы, міне осындай бір-бірімен тәлім, тәрбие алу, пікір алмасу, тәжірибе алмасу жалғастыру. Бүгінгі берекелі дастархан
бағанағы мен айтып отырған пайдалы іс әрекеттің екінші жағы, яғни біз дастархан басында бос әңгіме айтпаймыз, жел сөз айтпаймыз, өтірік ғайбат айтпаймыз. Біз болашақты талқылаймыз, өткенге баға береміз, бүгінгі жүріп жатқан жолымызды саралаймыз, ертең не істеу керекіне бағыт бағдар береміз. Осы арқылы бір жағынан біз өзіміздің мына қарым қатынас аямыздағы бір іскерлік, жақсы дағдыны, пайдалы дағдыны қалыптастырсақ, екіншіден дастарханның құндылығы, дастархан басында айтылатын әңгіменің маңыздылығы, тәрбиесі, ғибрат дегенін өн бойымызға сіңірсек, ертең біз жеке-жеке отбасы боламыз. Сонда біздің үйімізге келетін қонақтармен сөйлесу әдебіміз бен мәдениетіміз, біздің шақыратын адамдарымыз, біздің араласатын ортамыз, біз осы ділмарлықтар келешекте де жаңағы отбасылы болған кезде бір-бірімізбен дәл осындай араласқанды қалаймын. Дәл осылай бір-бірін шақырысып, дәл осындай сырласып, рухани мақсаттас, мұраттас болуды қалаймын. Сол кезде біз үлкен жетістіктерге жетеміз, және біз оның алғашқы нәтижелерін көріп отырмыз. Сол күнге жететінімізге біз бек сенімдіміз. Одан кейін тағы бір маңызды дүние, қарап отырсам, жыл есебі ретінде 2025 жылда тарих қойнауына табыстап жатқан кезде, осы бір жылдың ішінде 2025 жыл Ділмарды 2 рет республикалық деңгейде алтын сырты күміс сөз жақсы байқауын 2 рет өткізіппіз. 4 республикалық байқау, бір авторлық жобамен. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Бұл біздің бабалар рухының бізге жол ашқаны, бабалар әруағының риза болып бізді қолдағаны, біздің дұрыс жолда келе жатқанымыздың көрінісі. Мысалы, 3-4 желтоқсанда 6 Ділмарды өткіздік. 1-2 желтоқсанда 7 Ділмарды өткіздік. Бірақ ол ақпандағы Ділмар былтырғынікі болатын. Есесіне екеуі де сәтті, екеуі де Хакім Абайдың 180 жылдығынан алды. 2 алтын сырты күміс сөз жақсысы Шымкент пенен Таразда қатар өңірде өтті. Екеуі де Абайдың 180 жылдығынан алды. Екеуі де сәтті, жоғары деңгейде өтті. Сонда осы уақытқа дейін кеше есебін жасап отырсақ, 358 оқушыны республикалық деңгейде Ділмардың жобасымен шыңдаппыз. Енді оның іріктеулері болады. Аудандық, қалалық, облыстық соғаларға 1000-нан астам оқушы қатысқан. Бұл енді үлкен жетістік. Енді тағы бір атап өтетін үлкен жетістігіміз 3 ақпан күні аяқтап, 4 ақпан күні аяқтап жатқан кезде өздерің білесіңдер, осы өткен Ділмар мен Ділмардың 5 жылдығы туралы мақала жазуды бүгіннен бастайсыңдар. 4-ші кітап деп Телеграм парақшасын ашамыз. Көп өтпей 4-ші кітапты шығарамыз дедік. Біз алдыға мақсат қойсақ, табанды болсақ, жігерлі болсақ, сол мақсаттың жолында күрессек, сол мақсаттың жолында талмай еңбектесек, жететіндігімізге көзіміз жетті. Біз тек бір емес, 2025 жылдың 4-ші ақпанынан 2025 жылдың қараша айының соңына дейін, 23 қарашаға дейін аралықтағы 9 айда толғағы жетіп туған туынды 4-ші кітапты оқырмандардың қолына ұсындық. Телеграм парақшадағы жиналған мақалалардың бір бөлімі меніңше 3-тен 1 болу керек. Осының ішінде оқушылардың шығармалары бар. Мен сол кезде ойланғам, осы кітапты шығарғаннан кейін енді мақала жазбай қалып, масқара, ары қарай тоқтап қалып, не істерімізді білмей қалмайық деп. Бірақ олай болған жоқ. Шабыттана жаңағы оқушылар шығарма жазды. Нәтижесінде мінекей оқушылардың шығармашылығы 9 айдың ішінде бір кітап. Оның арасында жемісті жыл деген кітабымыз бар. Сонда мен мынандай қорытынды шығарамын. 2025 жылдың өзінде Ділмарлар дүбірі, жемісті жыл, сөз тапқанға қолқа жоқ, 4-ші кітап аталы сөз және бала Ділмар. Бір жылда 6 кітап. Бір жылда 6 кітап. Жалпы Ділмардың 6 жылдық тарихында 7 кітап шыққан екен. Бұны мен 2 бағытта бөліп қарастырам. Бірінші бағыт бұл үйірме мүшелерінің шығармашылығы. Бұл 4 кітап, бұл 4-ші кітап. Үйірме мүшелерінің, тек қана үйірме мүшелерінің шығармашылығы 4 кітап, сондықтан 4-ші кітап. Екінші бағытты біз қалыптастырдық. Ділмар клубының жеке жобасы ретінде, яғни шешендік сөздерді бүгінгі заманауи үлгіде, қолжетімді түрде, көп кітаптардың электронды нұсқасы жоқ болғандықтан, тыңдаушының, оқырманның қолына жетпейтіндіктен біз соларды саралап, сүзіп, тақырыптық жағынан жүйелеп, сұрақ қойып, реттеп, әуелгісін сөз тапқа қолқа жоқ деп шығарсақ, одан кейінгісін аталы сөзбен бала Ділмар деп шығардық. Яғни біз бабалар сөзін бір бағытта насихаттап жаттырмыз, 3 кітап шығардық. Өзіміздің Ділмардың оқушыларынан 4 кітап шығардық. Мінекей 7 кітап осылайша 6 жылғы тарихымызда біз үшін үлкен жетістік ретінде қаралады. Бұл тасқа басылған тарих кітап қалады тарихта. Және біз 5-ші кітапты жазамыз. 5-ші кітапты жазып, қазір іске кірісіп кетті біздің оқушылар. Бұйырса 2025-26 оқу жылын аяқтағанда 5-ші кітаптың таныстырылымын жасаймыз. Және мына жобамыз жалғасады. Тарихи тұлғалардың тапқырлығы, бала Ділмар, тағы да басқа атаулармен кемінде келесі жыл аяқтағанға дейін 4-5 кітапқа жеткіземіз. Сонда біз өзіміздің діттеген мақсатымызға 2 түрлі бағытта, біреу бабалар сөзін насихаттау, бірінші өзіміздің де шығармашылығымыз қоса дамыту бағытта қатар
келе жатырмыз. Құстың қос қанатындай қатар алып келе жатырмыз. Сондықтан осы жолда еңбек еткен, қызмет жасаған осы клубтың ең белсенді мүшелеріне айрықша алғыс айтамын. Әсіресе мына жазу шеберлігіне қатысты Ақерке Ерболатқызы мен аяулым Айдарқызының сіңірген еңбегі ерекше. Күн демей, түн демей оқушылардың шығармаларын қарап, реттеп, жүйелеп, редакциялап, жаңағы телеграм парақшасында жариялап, газеттерге шығарып, ең соңында мінекей осындай бір әдемі, өзгелердің қолы жете бермейтін кітап шықты. Бір мектеп бір жыл емес, кейбір мектептер 10 жылда бір кітап шығара алмауы мүмкін. Бір мектептің 100 мұғалімі жабылып жүріп, бір жылда бір кітап шығара алмауы мүмкін. Біз Ділмар үйірмесінің 20 мүшесі айналдырған бір жылдың ішінде 6 кітап шығару деген, ол біздің аса үлкен еңбекқорлығымыз. Қалай мақтап айтсақ та, қалай дәріптеп айтсақ та жарасады. Бұл біздің бір сөзбен айтқанда ұлтқа жанашырлығымыздың, ұрпақтың болашағына деген шынайы тілеуқорлығымыздың, соған бей-жай қарамайтындығымыздың көрсеткіші. Сондықтан осыған еңбек еткен жаңағы клубтың мүшелеріне рахмет айтамын. Одан кейінгі жобаларға міне Әли менен Шыңғыс қосылды. Екеуіңе де үлкен алғыс айтамыз. Себебі аталы сөз жобасын жасап іске асыру кезде біз Әли мен Шыңғыс айтпақшы, Шыңғыс мінекей көркем тарихи шығармалардағы шешендік сөздерді зерттеп жинап жатыр. Әли тарихи тұлғалардың тапқырлығына қатысты ізденіп жатыр. Әркімнің өзінің бағыты бар, әркімнің өзінің саласы бар. Рамазан да бір бағытқа қосылады деген сөз. Осылайша біз әрқайсымыз өзімізге жүктелген міндетті атқарсақ, онда жетістікке жетеміз. Алаш арыстарының бір сөзі бар. Біздің кемшілігіміз дейді, әрқайсымыз өзімізге артылған жүкті межелі жеріне жеткізбейміз дейді. Шынымен де солай. Межелі жеріне жеткізбей орта жолды тастап кетеміз. Егер кімде-кім өзіне артылған жүк пен жауапкершілікті, аманатты межелі жеріне жеткізсе, онда қалайда одан жетістікке жетеді. Сондықтан осы жолда одан арыда табанды болуды, қайсар болуды, жетістікке жету жолында талмай, тынбай еңбектенуді баршаңа тілеймін. Мына кітапты шығару үшін 2-3 ай бойы түскі асты ішпей, содан үнемделген ақшаны осы кітаптың безендірілуіне, беттеуіне, редакторлық, корректорлық жұмысына, баспадан жарық көруіне сол ақшаны үнемдеп жұмсағанымды көпшілікке айтқым келеді. Себебі бүгінгі күнде бүкіл кітапқа, бүкіл дүниеге демеуші табу қиын. 4-ші кітапқа Сайгүл компаниясының құрылтайшысы досым халықаралық республикалық айтыстардың жүлдегері Жақсылық Орынбасарұлы демеуші болды. Атасына рахмет, өзіне рахмет. Ал мына кітап өзіміздің жеке қалтамызбен шықты. Сондықтан қымбатты көрермен, қадірлі талғампаз оқырман, біздің кітапты сатып алған кезде ақшасына ешқандай ойланбаңыз. Сіз бар болғаны бір күнгі түскі асыңызды ішпесеңіз, бір ғұмырға жететін аталы сөз, ғибратты әңгімесі бар. Мына кітапты аласыз, ішіне талдау жасайсыз, сұрақтарына жауап бересіз, ойланасыз. Ал біз бұл кітапты шығару үшін бірнеше ай бойы бағанағы өзіміздің қаражатымызды зіркіп алып келіп шығардық. Жалғыз мақсат бар. Осы әр жүрекке сөз арқылы сіңетін сәуле, нұр, сөз арқылы даритын кие, сөз арқылы даритын тәрбие мен тағылым дарыса деген ниеттеміз. Сондықтан бір-бірімізді қолдайық. Сіздер бір кітап сатып алсаңыздар, екінші кітапқа өмір сыйлайсыздар. 10 кітап сатып алсаңыздар, 20 кітаптың шығуына ықпал етесіздер. Осылайша бір-бірімізді қолдайтын болсақ, кітап арқылы бір-бірімізді тәрбиелейміз. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деген Хакім Абайдың сөзі бар. Міне, білім осында тұр. Біздің ерекшелігіміз осыны жинап, саралап бергендігімізде. Сондықтан бүгінгі берекелі дастарханымызда берекелі болып жатыр. Әрқайсыларың өздерің жиған, түйген ойларыңды айтып жатсыңдар. Біз осылай сырласайық, пікірлесейік. Берекелі дастарханның бізге берер берекесі, бізге сыйлар мерекелік көңіл күйі зор. Себебі біз болашақты толқаймыз. Талай жоба дастархан басында шешілген. Әли екеуміз осы аталы сөзді шығаратын кезде, 60 аталы сөзді шығаратын кезде де шай ішіп отырып, ақылдасып, шай ішіп отырып ойға келіп, шай ішіп отырып шешім қабылдадық. Тіпті Ділмар фильмінің Қош бол Митин 6 фильмін жасайтында да шай ішіп отырып ақылдасқан. Сондықтан дастархан басында отырып сырласып, пікірлесіп, шай ішу, бір шәугім шай ішу, бір шәугім шайды береке бірлікпенен ішіп, талқы жасап өте маңызды. Өйткені біздің тәрбие тағылым осы дастархан басындағы бір шәугім шай сізбен біз сыйластықпен, бауырмалдықпен, ізгілікпен шешілген. Барлық дауда, барлық жаудың беті де осы дастарханның басындағы айтқан. Сондықтан ақ дастарханның басында телефонды жинап тастап, бір-бірімізге деген ынта ықыласымызбен шынайы тыңдап, ең бастысы тыңдау мәдениеті. Айтарға сөз таптым да тыңдауға құлақ таппадым деген Тұрмағамбет Ізтілеудің сөзі бар. Бізде міне тыңдайтын құлақ та бар, айтып жеткізетін айтармандар да бар. Ендеше біздің Ділмаргүлдің берекелі дастарханы көп жобаның бастауы болды. Осы жобамыз, осы ниетіміз, осы ізгілігіміз басқаларға да жұғысты болсын дейміз. Берекелі дастарханымыздың мерейі, мәртебесі үстем болсын, жетістігіміз көп болсын. Биылғы жылы тағы бір ерекшелік, біздің Ділмар клубы жеке бағытта дамып жатыр. Байқайсыңдар ма?
3 рет кітап талқы жасадық, Аяулмен Ақеркенің бастауымен. Алғаш рет TEDx жобасын толғаулар тағылымы деген тақырыпта жасадық. Өздерің келіп баяндама жасадыңдар. TEDx форматында қандай тамаша ойлар айттыңдар. Әсіресе Шыңғыстың осы бағытта ізденіп жыраулар жұмбағын ақтарып жүргені оқушыларға да қатты әсер етті. Біз бұны ары қарай жалғастырамыз. Алғашқы квизді де жасадық, TEDx'ті де жасадық. Дилмар клубының ортасы қалыптасып жатыр. Біз бұл ортаны ары қарай кеңейте түсеміз. Осы ортаның нәтижесін көрдік. Дилмардың кешінде Қазақ ұлттық консерваториясынан, Қазбритан техникалық университетінен, тағы басқа бізбен бірге оқымаса да, бірақ ниеті мен мұраты бізбен бірге жастардың, мына езуден де талантты жастардың бар екенін білеміз, қалыптасып жатыр. Біз осы орта арқылы елге, жұртқа, ұлтқа, руханиятқа қалтқысыз сүбелі үлес қоса береміз.